Сәлем достар, бүгін сіздерге стеганое одеяло деп айтылатын өте керемет ерекше пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Қазақша сіз қалай атар едіңіз? Барлық керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен шоколадты бөлігін дайындап алайық. Ол үшін бізге жұмыртқа, шекер қажет болады. Осы екі ингредиентті жақсылап миксердің көмегімен 2-3 минут араластыратын боламыз. Сол кезде бізде бұл консистенция көбейеді, яғни 2 есе көбейетін болады. Сол кезде ғана бізде тестіміз көтеріліп жұмсақ болып шығады. Соған қатты мән беріңіз. Содан кейін сұйық майымызды қосып, сәл ғана шым-шым тұзымызды қосылып, жақсылап араластыратын боламыз. Құрғақтай ұныңызға қопсытқышты, яғни разрыхительді қосуды ұмытпаңыз. Хош иіс беру үшін ванилин пайдалансаңыз болады, бірақ ол міндетті түрде емес. Мінекей ванилинімді қостым, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін қопсытқыш қосылған ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп салатын боламыз. Ең алдымен миксерді қоспай жай ғана былай араластырып алыңыз, себебі ұныңыз жан-жаққа ұшып бүлдіретін болады. Содан кейін ғана барып миксерді қосып араластырсаңыз, барлығы ұқыпты болып шығады. Мінекей қалған бөлігіндегі ұнын қостым және солай араластырып шығамын. Содан кейін қоспамызға какаомызды қосып және тағы араластырамыз. Бізге керегі бір келкі қоймалжың түйіршіксіз консистенция. Мінекей осылай бірінші қоспасын дайындап алдық, енді екінші қоспасына кірісейік. Ол үшін бізге сүзбе қажет болады. Енді сол творогымызды блендерға салатын боламыз. Барлығын бірден дайындап алсаңыз болады. Ең алдымен творогымызды, бір штук жұмыртқамызды, шекерімізді, керек мөлшердегі крахмал, яғни кукурузды крахмалымызды салып, барлығын жақсылап бір келкі формаға келгенше араластырамыз, яғни бір келкі консистенцияға келгенше. Достар, егер де сізге видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей осылай блендердің көмегімен осы қоспамызды дайындап алатын боламыз. Қоймалжың бір келкі консистенция шығады. Қазір пирогымызды жасау барысында пайдалану жеңіл болу үшін осы қоспамызды кондитерлік мешокқа салып алыңыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай екі қоспамызды дайын. Осындай овальный форманы алдым. Ең алдымен сұйық маймен сәл сылап аламын. Содан кейін шоколадты қоспамызды құятын боламыз. Консистенциясы қоймалжың болғандықтан лопатаның қалақшаның көмегімен барлық жеріне жеткізіп, тегістеп алыңыз. Мінекей формамызға бір келкі орналастырып алдық шоколадты қоспамызды. Содан кейін екінші сүзбелі қоспамызды үстіне видеода көрсеткендей орналастырып шығамыз. Мінекей осылайша әдемілеп құйып шыққаннан кейін қызып тұрған 170 градустағы пешке 35-40 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Вау, қараңыздаршы, қандай керемет көтерілді, әдемі болып көздің жауын алатындай болып шықты. Қазір сізге кесіп разрезде ішін көрсететін боламын. Өздеріңіз көріп отырғандай сондай нәзік болып піседі, яғни кескен кезде де жұмсақ болып кесіледі. Сондай хош иіс, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қазір пышақтың көмегімен алайын, жұмсақ, әдемі болып шығады. Сіз де осы видеоның көмегімен пісіріп, үй ішіңізді қуантып жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.